Бүркітбайдың тор жорғаты Қазанғаптың қай-қайдағы естеліктерін көз алдына алып келеді. Әсіресе Бүркітбаймен кездесуі мен оның қамқорлығы есіне түседі. Қазанғап ел аралап жүріп, сол кезде ел арасына байлығымен, мырзалығымен, жалпы ағайын тумаға қамқорлығымен аты шыққан Бүркітбайдың ауылына келеді. Бүркітбай мен Қазанғап тез тіл табысып, ағалы інідей араласып кетеді. Бүркітбай жылда сойыс соғымын Қазанғапқа беріп отырған. Ел ішінде Бүркітбай атқа мырза, Қалыбай асқа мырза деген сөз бекер айтылмаса керек. Қазанғапты інісі есебінде алдына мал салып, Қабақ руының Таласбай аталығынан Балғымыс атты бір қызын алып беріп, бөлек отау қылып шығарады. Бұл уақиғаны келесі бағдарламамызда айтамыз. Міндетті түрде қараңыз, өте қызық әңгіме.